Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы түйе. Диктантымызды бастамас бұрын мәтінді оқып берем, мұқият тыңдаймыз. Түйе 2 жылда бір боталайды. Ботасын 14 ай көтереді. Жаңа туған бота әлсіз болады. Емген сайын күш-қуат кіріп өсе бастайды. Күн суықта боталарға жабу жауып қояды. Сонда өкпесіне суық тимейді. Жалпы 31 сөз. Ендеше диктантымызды бастаймыз. Түйе, екі, жылда, бір, боталайды. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Ботасын он төрт ай көтереді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Жаңа туған бота әлсіз болады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Емген сайын күш-қуат кіріп
Өсе. Бастайды. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Күн. Суықта. Боталарға. Жабу. Жауып. Қояды. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Сонда. Өкпесіне. Суық. Тимейді. Сөйлем аяқталды. Оқушылар, осымен диктантымыз аяқталды.